Ертеде Айбек есімді кішкентай бала өмір сүріпті. Оның жасы небәрі 2-де болса да, батылдық пен жауапкершіліктің не екенін білетін. Бір күні таңертең Айбек оянып, бүгін полиция қызметкері болып ойнаймын деп шешті. Айбек өзінің сүйікті көк бас киімін киіп, анасы сыйлаған ойыншық төсбелгіні тақты. Ол анасына барып, апа, бүгін мен полиция қызметкерімін. Мен бәрін қауіпсіз ұстап, айналамдағы барлық адамдарға көмектесемін, деді. Анасы күлімсіреп, өте жақсы, Айбек. Полиция қызметкерлері біздің қаламызды қорғайтын және қиындыққа тап болғандарға көмектесетін адамдар деп жауап берді. Айбек қатты қуанып, үйді патрульдеуге кірісті. Ол ойыншықтарын өз қаласының тұрғындары деп елестетті, оларға оның көмегі қажет еді. Ең алдымен ол төсекте тұрған плюшті аюды көрді. Қорықпа, Аюжан. Мен сені құтқарамын, деді Айбек және аюды мұқият төсектен түсірді. Аюжан қатты қуанып қалды, ал Айбек өзін нағыз батыр сезінді. Полиция қызметкерлері әрдайым қиындыққа тап болғандарға көмектеседі деп ойлады Айбек, әрі қарай бөлмені аралауды жалғастырды. Кенеттен Айбек бұрышта ойыншық машиналарының шатасып қалғанын байқады. Жолды тәртіпке келтіру керек, деді Айбек және машиналарды мұқият сөреге орналастыра бастады. Енді барлығы қауіпсіз жүре алады деп қосты ол. Бірақ сол кезде ойыншық үйден жылаған дауыс естілді. Бұл оның қуыршағы еді. Ол адасып кетіп, үйіне қайта алмай тұрды. Айбек тез ойыншық ысқырығын алып көмекке асықты. Қорықпа, мен саған үйіңе оралуға көмектесемін, деді Айбек қуыршаққа және оны үйіне жеткізді. Айбек барлық тапсырмаларын орындап болғаннан кейін, анасы келіп, Айбек, сен бүгін нағыз полиция қызметкері болдың. Сен ойыншықтарыңа көмектесіп, батылдық пен жауапкершілік таныттың, деді. Айбек күлімсіреп, маған полиция қызметкері болу өте ұнады. Апа, мен басқаларға көмектесудің маңызды және қызықты екенін білдім, деді. Анасы басын изеп, ойындар бізге әртүрлі мамандықтардың қаншалықты маңызды екенін түсінуге көмектеседі. Ертең сен басқа мамандықты, мысалы, дәрігер, өрт сөндіруші немесе тіпті мұғалім болып көре аласың. Әрбір жұмыс маңызды және қажет, деді. Айбек бұл туралы ойланып, ертең міндетті түрде жаңа нәрсе көріп көремін деп шешті. Ол әрбір мамандық әлемді жақсырақ етуге көмектесетінін және ойын арқылы көп нәрсені үйренуге болатынын түсінді. Осылайша Айбек күн сайын жаңа рөлдерді ойнап, батыл, мейірімді және жауапты болудың қаншалықты маңызды екенін үйренді. Ал анасы әрдайым жанында болып, оған әлем туралы жаңа нәрселерді білуге көмектесетін.